30 жыл ел басқарып, өз елін әлемдегі ең кедей елден ең бай елдердің қатарына қосқан Ли Куан Ю 1965 жылы Малайзия Сингапурды өзінің құрамынан қуып шыққан еді. Сол кезде Ли не істерін білмей далада қалады. Себебі Сингапурда не қазба байлық, не су, не ақша жоқ еді. Ол ең бірінші елде жемқорлықпен күреседі. Қолжетімді баспана бағдарламасын іске қосып, халыққа ең төмен пайызбен ипотекаға береді. Әлемдік брендтер мен мұнай компанияларын елден жұмыс орнын ашуға шақырады. Шетелдік компаниялардан түскен пайданы технологияға, үй салуға, білімге жұмсайды. Шенеуніктердің жалақысын көбейтіп, пара алғандарды түрмеге қамайды. Осылай Сингапурды әлемдегі ең бай 10 елдің қатарына қосады. Бір күні Лидан мемлекетті қалай дамытқаны туралы сұрайды. Ол айтады: менде 2 жол болды. Біріншісі елді тонап, туыстарым мен достарымды Forbes тізіміне енгізу, сонымен қатар халқымды кедей қылу. Екіншісі халқыма қызмет етіп, елімді әлемдегі ең бай 10 елдің қатарына қосу. Мен екінші жолды таңдадым, дейді Ли. Ал сіз қай жолды таңдар едіңіз? Комментарийге жазып кетіңіз. Осындай қызықты әрі пайдалы ақпараттарды біліп отырғыңыз келсе, Қазақ баласына тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.